Құрметті қазақтар және қазақстандықтар, кез келген кафе, ресторанға кірген кезде, дүкенге кірген кезде, сауда үйлеріне кірген кезде, кинотеатрдан билет алатын кезде, қазақ тілі бұл Қазақстанның мемлекеттік бірінші тілі. Қазақстанның негізгі халқы қазақтар. Ал қазақтардың ана тілі қазақ тілі. Кім қазақ тілін құрметтейді, біз оларды құрметтейміз. Кім қазақ тілін құрметтемейді, біз де оларды құрметтемейміз. Қазақ тілімен ғана Қазақстан қазақ тілі бола алады. Ана тілі өлген ұлттың өзі де өледі. Сондықтан қазақтар қазақ тілі үшін қазақтардың жаны ашымаса, басқа ұлттың жаны ашымайды. Ана тілімізді қастерлеп, құрметтейік. Ең бастысы қазақша сөйлеп, қазақша тірлік жасайық.